Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about present perfect. In this lesson, I'm going to show you how to form and when to use the present perfect. Let's get started. Сәлем баршаңызға, бүгін біз сіздермен present perfect шағының қай кезде қалай дұрыс қолданылуы туралы өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, when to use the present perfect? We use the present perfect for things that happened in the past, but it is not important when they happened. For example, I have been to Scotland. It is not important when I've been there. It's important that I have been to Scotland. Present perfect шағын біз өткен шақта болған іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Яғни іс-әрекеттің болған уақыты бізге маңызды емес, яғни қашан болды, нақты уақыты маңызды емес, оның нәтижесі маңызды. Мысал үшін, I have been to Scotland. Мен Шотландияда болғанмын. Яғни қашан болғанымды айтып тұрған жоқпын, мен болғандығымды айтып тұрмын, я, ол жерде менің болғандығым маңызды болып тұр. They have decided to buy a new car. Олар жаңа көлік сатып аламыз деп шешті. Яғни қай уақытта шешім қабылдағандығы сөйлемде айтылып тұрған жоқ. Яғни оның нәтижесі маңызды болып тұр. Form of present perfect. Subject plus have plus past participle. Ал енді жасалу жолына келетін болсақ, бастауыштан кейін have көмекші етістігін қолданамыз, одан кейін past participle'ды қолданамыз. Ал енді past participle деп отырғанымыз не? Past participle деп отырғанымыз етістіктің үшінші жақтыры, яғни бірінші infinitive do, past simple екінші түрі did, ал үшінші түрі done. Біз білеміз, ағылшын тілінде irregular және де regular verbs бар, яғни дұрыс етістіктер және де бұрыс етістіктер. Бұрыс етістік деп отырғанымыз бұл нақты ережеге бағынбайтын өзіндік жасалу жолы бар етістіктер. Мысалы, бізде do бұрыс етістік, яғни біз past simple жасауымыз үшін етістікке ed немесе d жалғауын жалғаймыз. Мысалы үшін want, wanted, wanted. Ал енді бұрыс етістіктерге біз ed жалғауын жалғай алмаймыз, өйткені олардың өзіндік формасы бар. Мысалы, see, saw, seen, break, broke, broken, read, 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 go, went, gone, play, played, played, write, wrote, written, watch, watched, watched, clean, cleaned, cleaned. Яғни, ағылшын тілінде бұрыс етістіктердің irregular verbsтердің 300-ге жоқ түрлері бар. Біз оны тек қана жаттап ала аламыз. Енді have көмекші етістігін біз I, you, we, they бірінші және де үшінші жақ зат есімдерінен кейін, яғни көпше түрдегі зат есімдерден кейін қолданамыз. Ал has көмекші етістігін he, she, it, яғни жекеше түрдегі зат есімдерден кейін қолданамыз. Мысал үшін, I have finished my work. Мен жұмысымды бітірдім. Яғни қашан бітіргенім белгісіз. I бастауыш, have көмекші етістік, finished бұл жерде негізгі етістік finish, яғни бітіру. Біз оны past participleге қойып ed жалғауын жалғап тұрмыз. Бұл бізде дұрыс етістік. She has cut her finger. Ол саусағын кесіп алды. Cut бұл жерде irregular verbs, яғни infinitive де, past simple де, past participle де біз cut деп айтамыз, яғни кесіп алу. He has lost his key. Ол кілтін жоғалтып алды. Lost irregular verbs, ал infinitive де lose. Ал енді болымсыз сөйлем жасауымыз үшін біз have көмекші етістігінен кейін жай ғана not сөзін қоямыз. I have not been to London. Мен Лондонда болып көрген емеспін. He has not gone to Italy. Ол Италияға барып көрген емес. They have not arrived. Олар келген жоқ. Сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз have көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. Have you washed your hair? Сен шашыңды жуып қойдың ба? Have you seen my dog? I can't find him anywhere. Сен менің итімді көрдің бе? Мен оны еш жерден таба алмай жатырмын. Ал енді сөйлемде қолданылатын кездеріне келетін болсақ, talking about general experience, яғни өткен шақта тәжірибеге қатысты заттарды айтқанда қолданамыз. Мысал үшін, I have been to London.
Мен Лондонда болғанмын. Яғни өмірімде Лондонда болып көргенмін. He has written 3 books in his life. Ол өмірінде 3 рет кітап жазған. Recent action in the past. Жаңа ғана аяқталған, өткен шақта болып өткен іс-әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Мысал үшін, I have cut my finger. Мен саусағымды кесіп алдым. Яғни, қазір ғана кесіп алдым, я? Do you want to go to a restaurant with me? No, thank you. I've just eaten lunch. Сен менімен бірге тамақтануға барасың ба? Жоқ, рахмет, мен қазір ғана тамақ ішіп қойдым. Unfinished action in the past. Өткен шақта басталып, қазіргі күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекетте қолданамыз. Мысал үшін, she has studied English for 2 years. Ол ағылшын тілін 2 жыл бойы оқып келе жатыр. Яғни, 2 жыл алдын ол ағылшын тілін оқуды бастаған, әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатыр. I have known him for a long time. Мен оны ұзақ жылдар бойы танимын. Яғни, біз бұрында танысқанбыз, таныстығымыз әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр, я? My friend has lived in London since 2015. Менің досым Лондонда 2015 жылдан бері тұрады. Яғни, ол 2015-те Лондонға көшіп келген, әлі күнге дейін Лондонда тұрып жатыр. Ал енді мезгіл істеулеріне келетін болсақ, never, yet, already, lately, just. For example, he has never driven a car. Ол ешқашан көлік жүргізіп көрмеген. I haven't seen my friends recently. Мен жақын арада досыммен кездескен жоқпын, оны көрген жоқпын. I have already eaten my breakfast. Мен таңғасымды әлдеқашан ішіп қойғанмын. I haven't read this book yet. Мен бұл кітапты әлі оқыған жоқпын. He had just finished his work. Ол жұмысын қазір ғана аяқтады. Ал енді present perfect шағы мен past simple шағының айырмашылығына келетін болсақ, мысал үшін, I have been to Italy twice. I went to Italy in 2015 and in 2017. Present perfect шағында мен Италияда 2 рет болғанмын. Ал past simple шағында мен Италияға 2015 және 2017 жылдары бардым. Бұл дегеніміз, present perfect шағында бізде өткен шақта болған, бірақ оның уақыты бізге маңызды емес, уақытын айтпаймыз. Ал past simple шағында біз уақытымен сөйлейміз. Яғни 2015-2017 жылдары бардым деп мен нақты уақытын айтып тұрмын, я? Тағы да бір мысалға келетін болсақ, I have met my old friends. Мен ескі досымды кездестірдім. I met my old friend yesterday. Мен кеше ескі досымды кездестірдім. Яғни біз кеше деп нақты уақытын айтып тұрмыз past simple шағында. Яғни present perfect шағында бізге уақыты маңызды емес, ал past simple шағында бізге уақытын айтамыз. Достар, осымен біздің present perfect шағына арналған сабағымыз аяқталды. Видео сабақты соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.